Достар, сәлем! Подготовила для вас два диалога. Первый диалог о том, как записаться на прием к врачу по телефону. Второй диалог – как спросить дорогу на улице. Ал енді бастайық. Шолпан. Алло, сәлеметсіз бе? Оператор, сәлеметсіз бе? Шолпан, мен терапевттің қабылдауына жазылайын деп едім. Мен терапевттің қабылдауына жазылайын деп едім. Я хотела записаться на прием к терапевту. Оператор. Жасыныңызды или же иініңізді айтыңыз. Жасыныңызды или же иініңізді айтыңыз. Скажите свой иін. Шолпан. 86, 11, 12, 30, 45, 96. Оператор. Арыстанова Шолпан Әділет қызы ма? Шолпан. Иә. Оператор. Мекен жайыңыз қандай? Мекен жайыңыз қандай? Какой у вас адрес? Шолпан. Бейімбет Майлин көшесі 4, 32 пәтер. Бейімбет Майлин көшесі 4, 32 пәтер. Улица Бейімбета Майлина 4, квартира 32. Оператор. Қазір 1 минут. Қазір 1 минут. Сейчас 1 минуту. Сіздің участогыңыз номер 206. Сіздің участогыңыз номер 206. Ваш участок номер 206. Қазір сіздің дәрігеріңіз номер 1 емханада Қошқарбаев көшесі 7 мекен жайы бойынша қабылдайды. Қазір сіздің дәрігеріңіз номер 1 емханада Қошқарбаев көшесі 7 мекен жайы бойынша қабылдайды. Сейчас ваш врач принимает в поликлинике номер 1 по адресу улица Қошқарбаева 7. 8 сәуір сәрсенбі күні сағат 10:30-да келе аласыз ба? 8 сәуір сәрсенбі күні сағат 10:30-да келе аласыз ба? 8 апреля в среду 10:30 часов можете прийти? Шолпан. Иә, келе аламын. Рахмет, сау болыңыз. Иә, келе аламын. Рахмет, сау болыңыз. Да, смогу прийти. Спасибо, до свидания. Оператор, сау болыңыз. В первом диалоге Шолпан записалась к врачу на прием, а во втором диалоге она ищет эту поликлинику. Диалог называется «Көшеде жол сұрау, спросить дорогу на улице». Шолпан. Айтыңызшы. Айтыңызшы. Скажите, пожалуйста. Бірінші адам, первый человек. Кешіріңіз, мен асығыспын. Кешіріңіз, мен асығыспын. Извините, я тороплюсь. Шолпан. Кешіріңіз. Кешіріңіз, простите. Екінші адам. Кешіріңіз, менің уақытым жоқ. Кешіріңіз, менің уақытым жоқ. Извините, у меня нет времени. Шолпан. Кешіріңіз, сізден сұрауға бола ма?
Кешіріңіз, сізден сұрауға бола ма? Извините, можно вас спросить? Үшінші адам, мен сізді тыңдап тұрмын. Мен сізді тыңдап тұрмын. Я вас слушаю. Шолпан, маған Қошқарбаев көшесіндегі 7-ші үй керек еді. Қалай бару керек екенін білмейсіз бе? Маған Қошқарбаев көшесіндегі 7-ші үй керек еді. Қалай бару керек екенін білмейсіз бе? Мне нужен дом, номер 7 на улице Қошқарбаева. Не знаете, как можно доехать? Үшінші адам, қазір ойланайын. Қазір ойланайын. Сейчас подумаю. Ол жерде не бар? Ол жерде не бар? Что там есть? Или же можно спросить, ол жерде не орналасқан? Ол жерде не орналасқан? Что там расположено? Шолпан, ол жерде нөмір 1-ші емхана бар. Ол жерде нөмір 1-ші емхана бар. Там находится поликлиника номер 1. Или же ол жерде нөмір 1-ші емхана орналасқан. Там расположена поликлиника номер 1. Үшінші адам, есіме түсті. Есіме түсті. Вспомнил. Сізге алдымен мына жолдан өту керек. Сізге алдымен мына жолдан өту керек. Вам сначала нужно пройти через дорогу. Сосын ана тұрған аялдаманы көріп тұрсыз ғой, иә? Сосын ана тұрған аялдаманы көріп тұрсыз ғой, иә? Потом вы видите же ту остановку, да? Шолпан, я көріп тұрмын. Я көріп тұрмын. Да, вижу. Үшінші адам, сол аялдамадан 3-ші автобусқа мініп, Қошқарбаев көшесі аялдамасынан түсесіз. Сол аялдамадан 3-ші автобусқа мініп, Қошқарбаев көшесі аялдамасынан түсесіз. На этой остановке сядете на автобус номер 3, выходите на остановке улица Қошқарбаева. Сосын жолдан кішкене тура жүресіз, или же тік жүресіз. Сосын жолдан өтіп, кішкене тура или же тік жүресіз, потом переходите дорогу и немного идете прямо. Тура жүргенде или же тік жүргенде оң жағыңызда мектеп болады, сол жағыңызда оң қабатты үй болады. Тура жүргенде оң жағыңызда мектеп болады, сол жағыңызда оң қабатты үй болады. Когда вы пройдете прямо, справа будет школа, слева будет 10-этажный дом. Сосын дәл алдыңызда емхананы көресіз. Сосын дәл алдыңызда емхананы көресіз. Потом прямо перед собой увидите поликлинику. Емхананың есігі оң жақта. Емхананың есігі оң жақта. Дверь поликлиники с правой стороны. Сол себепті
оң жаққа бұрылыңыз. Сол себепті оң жаққа бұрылыңыз. Поэтому поверните направо. Сонда есігін тез табасыз. Сонда есігін тез табасыз. Тогда быстро найдете дверь. Шолпан. Жаяу барсам, алыс бола ма? Жаяу барсам, алыс бола ма? Если пойду пешком, будет далеко? Үшінші адам. Жаяу барсаңыз, алыстау болады. Жаяу барсаңыз, алыстау болады. Если пойдете пешком, будет далековато. Шолпан, көп рахмет сізге. Үшінші адам. Оқасы жоқ, жолыңыз болсын. Оқасы жоқ, жолыңыз болсын. Не за что, счастливого пути. Шолпан, сіздің де жолыңыз болсын. Сіздің де жолыңыз болсын. Вам тоже счастливого пути. Достар, надеюсь, эти диалоги будут для вас полезным. Желаю вам удачи в изучении казахского языка. Подписывайтесь на мой канал, чтобы я дальше для вас могла снимать уроки. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.